Арнамызға жаңадан қосылған жандарға күніңіз шуақты болсын дейміз. Ал біз хабарымызда жалғастырамыз. Адам құқығы адамзат қауымының ең басты құндылығы, ол міндетті түрде қорғалуы тиіс. Сол үшін заңнамалар дайындалып, адам құқығының қорғалуына жағдай жасалады. Өткен жылдың 29 маусымында еліміздің тарихында тұңғыш рет Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексі қабылданған болатын. Сол кодекстің мән-маңызын ашу үшін Жаңақорған аудандық сотының төрағасы Әлия Түбекбаева мен Қызылорда қалалық сотының судьясы Гүлжан Мырзатаеваны студиямызға шақырған болатынбыз. Қояр сауалыңыз болса, мархабат, тікелей эфир телефондары әрдайым қосулы. Гүлжан ханым, Әлия ханым, қош келдіңіздер. Енді жоғарыда аталған кодекс қашан қолданысқа енгізіледі және қандай қатынастарды реттейтін болады? Бұл кодекс осы жылғы 1 шілдеден бастап заңды күшіне енді қолданысқа енгізіледі. Бұл кодекс мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсімдерін және осы әкімшілік рәсімдерінің жүзеге асыруға байланысты қатынастарды, сонымен қатар сот ісін, әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін реттейді. Енді бұл кодекстің Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің айырмашылығы неде? Ол кодекспен де әкімшілік істер қаралатын еді ғой? Бұл жаңа кодекстің әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстен айырмашылығы, аты айтып отырғандай, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекспен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қаралатын. Яғни ондай істерге, мысалы, ұсақ бұзақылық туралы, немесе денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру туралы, көлік құралын алкогольден масаң күйде жүргізу, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте әкімшілік жауаптылық көзделген істер қаралатын. Ал енді мына әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің талабына сәйкес, әріптесім айтып өтті, жария құқықтық қатынастардан туындаған даулар, яғни әкімшілік істер болып қаралады. Бұл дегеніміз, мысалы, тұлға мемлекеттік органның әрекетіне дау айтатын болса, сонымен қатар сот орындаушысының әрекетіне атқарушылық өндіріске қатысушылар дау айтатын болса, сайлауға қатысушылар өздерінің құқықтарының бұзылғаны жөнінде дау айтатын болса, осы істер бұдан былай әкімшілік істер болып аталып, әкімшілік рәсімдік процестік кодекспен әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібімен қаралатын болады. Енді жаңа кодекспен реттелетін жария құқықтық қатынастардан туындаған даулар бойынша әкімшілік істерді қандай соттар қарайтын болады? Бұл істерді осы биылғы жылдан бастап құрылып, осы өзі жұмысын жүзеге асырады. Мамандандырылған әкімшілік соттар, ол республиканың барлық аймақтарында ашылады осы соттар. Сонымен қатар біз бұрында да осы әкімшілік сот бар тұғын, осының алдында да осы соттардың атаулары өзгертіліп, олар әкімшілік құқық бұзушылық істер қарайтын соттар болып өзгертілді. Енді жаңа құқықтық дауларда кімдер талап қоюшы және кімдер жауапкер болып табылады? Бұл істер бұрын азаматтық процестік кодекспен реттеліп, жалпы юрисдикция соттарында, оның ішінде мысалы Қызылорда қалалық сотында қаралатын болса, қазір ол 1 шілдеден бастап мамандандырылған әкімшілік соттарда қаралады. Бұл істер бойынша талап қоюшы болып, өзінің құқығы бұзылған заңды тұлға, жеке тұлға, осы органдар сотқа, егер өзінің құқығы бұзылған деп, бостандықтары бұзылған деп санайтын болса, сотқа талап қоюмен жүгінуге құқылы. Ал жауапкер болып, мемлекеттік орган, әкімшілік орган және лауазымды адам табылуы мүмкін. Мысалы, егер жеке тұлға, заңды тұлға өзінің құқығы бұзылды деп санайтын болса, жергілікті жердегі осы әкімшілік сотқа талап қоюмен жүгінуге құқылы. Бірақ оған дейін ол заңда көзделген дауды сотқа дейін реттеудің тәртібі бар, сол тәртіпті сақтағаннан кейін ғана жүгіне алады. Енді осы орайда дауды сотқа дейінгі шешудің тәртібі жайлы ашып айтып беріңізші. Оны енді сотқа дейінгі шешу тәртібі осы санаттағы істерді міндетті түрде қазір кодекс бойынша сотқа жүгінбес бұрын міндетті түрде осы тәртіп сақтау керек. Осы жекелеген осы категориядағы істер бойынша ол не деген сөз? Ол мына құқық бұзылған азамат, ол сотқа жүгінбес бұрын сол өзінің актісімен келіспеген жаңағы мемлекеттік орган ба, әкімшілік орган, сол органның жоғары тұрған сатысына бірінші жүгінеді. Ол үшін ол әуре сараңға салып, ол жоғары тұрған орган іздемейді, ол сол бастапқы сол органға жүгінеді. Ол жерде соның арызы қаралып, егер ол орган оны келсе, ол азаматқа қатысты, арыз берушіге қатысты қолайлы акт қабылдау мүмкін. Яғни оның мәселесін қатысты оң акт қабылдайды. Егер оған келіспесе, онда жоғары тұрған органға беріледі, ол жерде қаралып, ол арызы сөзі шешіледі. Онымен келіспеген жағдайда барып,
жаңағы арыз беруші тұлға содан кейін барып сотқа жүгінеді. Ол енді кодекспен бекітіліп отыр. Ол кодекстің бекітілген қағидаттарын біз барлықтарымыз сақтауымыз тиіс. Сондықтан да осы эфирді біз пайдаланып, осы барлық азаматтарға сонысыны түсіндіріп отырмыз. Түсінікті. Енді жаңа кодекс тағы қандай жаңашылдықтар бар? Бөлісіп отырсаңыздар. Жаңа кодекстің жаңашылдықтары бұл бұрын соңды кодексте болмаған, ол соттың белсенді рөлі, сонымен қатар құқықтардың басымдығы қағидаты және сот актілерінің міндеттілігі қағидаттары енгізілген. Сондай-ақ кодексте әкімшілік рәсімдік кодекс бұл азаматтар мысалы мемлекеттік органға қандай да бір акті қабылдау үшін өзі өтінішпен жүгінген жағдайда әкімшілік орган әкімшілік акті қабылдайды ғой. Сол актімен келіспеген жағдайда шағымдану құқығы көзделді. Ал егер сол акті қабылданғанға дейін азаматтар өзінің құқығын қорғау мақсатында ол сол органға өзінің ұстанымын білдіруге құқылы. Яғни өзіне қатысты әкімшілік акт қабылданбас бұрын органға өзі осы орайда қандай пікірде ойда соны білдіре алады, қосымша дәлелдемелер ұсыналады. Сонымен қатар ең алғашқы рет тыңдалу құқығы белгіленді. Бұл тыңдалу құқығы деген, мысалы сіз бір органға жүгінетін болсаңыз, орган сізге қатысты әкімшілік акт қабылдамас бұрын, шешім қабылдамас бұрын сіздің тыңдауға міндетті. Ол органның міндеті болып табылады, яғни сіздің де пікіріңізді тыңдау қажет. Осындай тыңдау құқығына заңмен кепілдік берілген. Сіз өзіңіздің ұстанымыңызды білдіре аласыз. Мен мынаны бұлай деп ойлаймын деген сияқты. Ал бұрын соңды ол болмаған. Енді жаңа сөзіңізде әкімшілік акт деп айтып қалдыңыз. Әкімшілік акт дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Көрермендерімізге түсіндіріп айтып берсеңіз, дәл қазір камера сіздерге жұмыс. Осы жерде енді түсіндіріп өтейік. Сол осы 1 шілдеден бастап биылғы жылдың қолданыста тұрған мына әкімшілік рәсімдер заңыменен арыз шағымдарды қарауға тәртібін реттейтін заңдар заңды күшін жояды. Яғни ол осы заңдармен реттейтін барлық қатынастар мына жаңадан енгізіліп жатқан әкімшілік мына осы кодексмен жаңадан енгізіліп жатқан кодекспен рәсімделеді. Енді мысалы бұрынғы заң бойынша қалай болатын? Егер азамат жаңағы шағымданушы тұлға арыз берген жағдайда оған тек құзырлы орган, яғни мына әкімшілік орган деп айтамыз, мына заң тіліне айтқанда әкімшілік орган оған хатпенен оған жауап қайтаратын. Ал мына кодекстің тәртібі бойынша ондай қазір басқаша тәртіп бекітілген, яғни міндетті түрде әкімшілік іс қозғалады әр бір органда, одан кейін ол қаралады, оның қарайтын өзінің адамы бекітіледі, және осы қарау нәтижесі бойынша әкімшілік акт қабылданады. Енді тағы бір жаңалығымыз осы кодекс бойынша, мына бұрын соңында біздің республикамызда болмаған, бірақ мына шетелдерде, Еуропада бұл бар. Осы әкімшілік актілерді екіге қазір бөлеміз. Яғни ол қолайлы акт және ауыртпалық тудыратын акт. Ол түсіретін акт. Енді оны қолайлы деген өзінің сөзі айтып тұр. Яғни ол азаматқа қосымша құқық береді, немесе оның бір міндеттемені тоқтатады. Ал ауыртпалық тудыратын акт болса, туғызатын ол акт керісінше құқықтарын тоқтатады, азаматтардың, яғни заңды тұлғалардың, немесе олардың қосымша міндеттерді жүктейді. Осылай екіге бөлген, енді оның ары қарайғы соны бөлудің не үшін бөлінгені ол қазір енді ұзақ айтып жату ұзақ, бірақ оның ары қарайғы процедурасы негізгі несі осы. Қосымша айта кетейін, әріптесін толықтырып, қолайлы акт, яғни бұл азаматтың заңды тұлғаның жағдайын қандай да бір жақсартатын акт, ал ауыртпалық түсіретін акт оның жағдайын керісінше нашарлататын акт болып есептеледі. Түсінікті. Енді жаңа кодекс азаматтардың құқығын қорғаумен қатар жеке және заңды тұлғалар мен мемлекеттік органдар арасында туындаған дауда теңсіздікті болдырмау үшін бағытталған белгілі. Енді осы тарапта жаңа кодексте қандай талаптар қарастырылған? Жаңа айтып өттік, кодекс бірнеше әкімшілік сотысын жүргізуде де, әкімшілік рәсімдерді жүргізу барысында да бірнеше қағидаттарға сәйкес жүргізіледі. Оның ең бірінші қағидат әкімшілік рәсімдер және әкімшілік сотысын жүргізу үшін ортақ қағидаттар. Бұлар әрине заңдылық қағидаты, әділдік қағидаты, құқықтардың басымдығы қағидаты және құқықтар мен бостандықтарды қорғау қағидаттары. Заңдылық қағидаты дегеніміз ол мысалы әкімшілік орган болсын, сот болсын, жеке тұлғаның, заңды тұлғаның шағымы, арызы бойынша шешім қабылдау барысында Қазақстан Республикасының Конституциясының, Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың талаптарын
дәлме-дәл сақтауға міндетті деген заңдылық талабын қояды. Әділдік қағидаты бұл орган және сот әкімшілік рәсім жүргізу, әкімшілік істі қарау барысында әділдікті, бейтараптықты, объективтілікті сақтау керек, екі тарапқа да тең құқық беру керек. Міне осыны қамтиды. Ал жаңа құқықтарды, бостандықтарды қорғау қағидаты бұл әркім өзінің бұзылған құқығын қорғау үшін сотқа, органға жүгінуге құқылы, оған заңмен ешкім тыйым салына алмайды. Ол жүгінді ма, ол заң жүзінде қаралып шешім қабылдануы тиіс. Осындай қағидаттарды жүктеді. Енді түсінікті, соттың белсенді рөлі, сондай-ақ сот актілерінің міндеттілігінің қағидаттары жайлы айтасыз. Енді міндеттілігіне жүгініп айтатын болсақ, қазір белсенді рөлді да қосымша айтамыз. Енді міндеттілігі мынада байланысты. Бұрынғы заңменен қазіргі мына кодексті салыстырсақ, бүткіл мына соттың өзінің іс жүргізу барысындағы бүткіл сұраныстары, оның бүткіл тапсырмалары, шақырулары, сот актілерінің барлығы бүкіл азаматтарға, заңды тұлғаларға, бүкіл республика аумағында ол міндетті болады. Енді бұл жерде қандай өзгеріс енгізілді? Осы мына кодексімен қазір ақшалай өндіру деген қазір енгізілді. Біз жаңағы жауапкершілік бұл бұрын соңды бізде болмаған. Айта кететін бұл осы кодекста нақты қандай әрекеттерге қатысты, қанша көлемде ол айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ол бекітілген. Мысалы, сотқа шақырып келмесеңіз, немесе соттың сұратуына бойынша дәлелдемелерді ұсынбасаңыз, сот сізге осы жаңағы ақшалай өндіруді жаңағы қолданады. Яғни ол 10 айлық есептік көрсеткіш дейміз. Мысалы, оны егер сот шешімі қабылданған болса, ол сот шешімі орындалатын шешім, яғни ол арызды қанағаттандырған шешім болып табылады. Яғни осы категориядағы іс бойынша ол кезде бұрын соңды ол болмайтын. Әлбетте жауапкер болып осы кодекспен реттелетін мына істер бойынша жауапкер болып міндетті түрде әкімшілік орган болып табылады. Яғни осы әкімшілік орган соттың шешімін бір ай мерзім ішінде орындамаған болса, сот немесе сотқа сол осының орындағаны туралы хабарламаған болса, оған осы жаңағы әкімшілік сот, істерді қарайтын сот ақшалай жаңағы өндіріп алу жүргізеді. Яғни ол 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде болады. Егер қайтадан тағы да ол орындамаса, қайталап осы міндеттемені жүктеуге соттың сондай құзырына бекітілген қазір. Енді белсенді рөліне қатысты тағы айтатын болсақ, бұл белсенді рөл ол жаңа принцип, бұл да біздің бұрын соңды ол болмаған. Енді жаңа айттық қой, Европа елдерінде, осы біздің басқа да мемлекеттерде осы бұрыннан да болған. Ал бізге ол алғашқы рет осы еніп отыр. Соттың белсенді рөлі бұл жерде, мысалы, қалай деп сізге қазақша былай түсіндіргенде, жалпақ тілмен түсіндіргенде, осы белсенді рөлі неде болады? Мысалы, арыз шағым береді. Көп жағдайда ол заңгер емес қой, азаматтар. Олар заңды түсінбейді. Сосын ол сотқа осындай құқық берген судья, істі қарайтын судья, ол азаматқа көмектесіп, ана шағымды қалай жазуға болады, өзінің талабын қалай қоюға болады, дұрыс жазбаса осылай сіз жазуға боласыз, осындай қоя аласыз деп түсіндіріп жібереді. Яғни белсенділік танытады. Сосын кейін іс қараған кезде, дәлелдемелерді де ұсынған кезде, сот оған мына дәлелдемелеріңіз сіз әкелсеңіз, сіздің талабыңыз қанағаттандыруы мүмкін, осы дәлелдемеге байланысты деп дәлелдемелер жинауға да басқа да осы белсенді рөлін сотқа қазір осы істі қарайтын судьяға осындай принциппенен осы құқық берген. Әлия ханым, алып қосарыңыз болса мархабат. Жаңа әріптесім айтып өтті, соттың белсенді рөлі тұңғыш азаматтық процестік кодекске 2020 жылдың шілде айында енген өзгерістерге байланысты енді. Азаматтық процестік кодексте мысалы тараптардың тең құқықтылығы, жарыспаулығы болатын болса, ал мына әкімшілік рәсімдік процестік кодексте
президент өз жолдауында айтқандай, жария құқықтық дауларда егер жай ғана азамат мысалы мемлекеттік органмен дауласып соттасатын болса, олардың мүмкіндіктері шектеулі, себебі мемлекеттік орган, әкімшілік органмен жай азаматтың жеке тұлғаның мүмкіндіктерін салыстыруға келмейді деген болатын. Себебі ол заңды құқықтық білімі болмауы мүмкін, мысалы заңгер жалдауға оның ақысы болмауы мүмкін, қаражаты. Осы мақсатта осы азаматтардың құқығын барынша қорғау мақсатында дамыған шетел мемлекеттерінің осы тәжірибесіне сүйене отырып, бізде де осындай соттың белсенді рөлі. Егер әріптесім айтып өтті, азамат қандай да бір өзінің құқығын қорғай алмай жатқанда, судья белсенділік танытып, органға, азаматқа ұсынуы мүмкін. Сіз мынандай құжаттарды ұсынсаңыз болады деген сияқты. Әрі қарай ұсына ма, ұсынбай ма, енді ол өзінің еркіндегі нәрсе. Бірақ судьяның белсенді рөлі соттың осыда көрсетілген. Яғни істі барынша тек тараптар ұсынылған дәлелдемелермен ғана шектеліп қоймай, барынша жан-жақты объективті қарап, заңды шешім қабылдау үшін сот барлық күш-жігерін салуы тиіс. Түсінікті. Ендігі кезекте сот актілерінің міндеттілігі дегеніне соны түсіндіріп өтсеңіз, егер де сот актілерінің міндеттілігін орындамаған жағдайда, оған бір белгілі жауаптылық қаралған ба? Айтылды ғой, жаңа ақшалай өндіріп алу деп. Мөлшерлі бәрі ол бекітілген. Енді қазір мен ойлап отырмыз, барлық сол үшін ол жасалып отыр. Осы кодекс күшіне енгеннен кейін бастап, әкімшілік органдар егер осындай ақшалай өндіріп алу соттар қолданатын болса, ол соттың бүкіл актілері чисті деңгейде, өз деңгейінде, мерзімінде орындалуды қамтамасыз етеді. Өйткені оның артында осындай жауапкершілік тұрғандықтан, олар бұрынғыдай жаңағы көзқараспен қарай алмайды, олар жауаптылық күшейтеді. Осылай. Түсінікті. Енді елімізде тұңғыш рет қабылданып отырған жаңа заңнамадан не күтесіздер? Жаңа заңнаманың өзінің әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің принциптерінің өзі, міндеттерінің өзі жария құқықтық қатынастарда осы мемлекеттік орган, әкімшілік орган, азаматтар, жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың теңсіздігін болдырмауға бағытталған. Яғни, жаңа айтып өттік қой, осыған дейін мемлекеттік аппараттың мүмкіндіктері көп болып, көп жағдайда олар ұтып кетіп жатса, ал енді жаңа кодекстен күтілетін нәрсе бұл азаматтардың құқықтарын барынша қорғау, соған соттың тарапынан болсын ықпал ету. Осы жағдайда енді біз жаңа айтып өттік қой, бізге дейін қаншама мемлекеттер бұл заңды қабылдаған, біз осы тәуелсіз мемлекеттер арасында соңғы қабылдап отырған осы Қазақстан екен. Ол біз осыған дейінгі барша шетелдік мемлекеттердің тәжірибесін зерделей келіп қана қолданылып қабылданып отырған заң. Сондықтан біз ойлаймыз, жаңа заң азаматтардың, жеке тұлғалардың, заңды тұлғалардың осы жария құқықтық қатынастарда құқықтарының басымдығын, жаңағы тең қорғалуын қамтамасыз етіп, осы саладағы заңнаманы күшейтуге өз ықпалын тигізеді деп. Түсінікті. Әлия ханым, Гүлжан ханым, жаңа кодекс кеңінен тарқатылдық деген сенімдеміз. Қызметтеріңізге табыс тілейміз. Сұхбат бергендеріңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, осы жерден хабарымызды түйіндейміз. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Дүйсенбі күні дәл осы уақытта қайта жолыққанша.